Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан дубайский шоколадтың рецептімен бөлісетін боламыз. Яғни бұл дубайский шоколадты үй жағдайында 3-ақ заттан жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, арнам ұнап жатса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоға қатысты сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Олай болса кеттік. Бірінші катаифиден бастаймыз. Яғни үй жағдайындағы не нәрсе бар, сонымен жасайтын боламыз. Құрамына кіретін заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып қоямын. Суымызды құйдық, сұйық майымызды құямыз. Одан кейін үстіне крахмалымызды саламыз. Кукурузный крахмал міндетті түрде. Одан кейін барлығын қосып жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде миксерлеңіздер, себебі жаңағы миксерлеген кезде, араластырған кезде ішінде комок болмау керек. Барлығы дұрысымен толық араласуы тиіс. Егер де ұндарыңызда ішінде қатқандары болып, болмаса крахмалдарыңыз қатқан болатын болса, онда осы сұйықтықтарыңызды дайын болған кезде міндетті түрде електен өткізіңіздер, яғни ситадан өткізіп алыңыздар. Себебі ішінде бір ұнда жаңағыдай қатқан нәрселер болмауы керек. Тұзымызды салдық кішкене, және де ұнымызды саламыз. Сонымен бірге барлығын жақсылап қосып тағы да араластырамыз. Қатты қою болмауы тиіс, себебі біз бұны қазір жаңағы салафанға салған кезде ол қою болса түспейтін болады. Сондықтан да құрамы блинныйдың массасына ұқсайтын болады. Мінекей жақсылап араластырамыз, барлығы толық араласуы тиіс. Осылай барлығын жақсылап айналдыра отырып араластырамыз. Мінекей менде ішінде ешқандай жаңағыдай комоктары болған жоқ, сондықтан да мен осындай тортқа арналған салафандарды алып, осындай кружкаға салып алдым. Себебі құйған кезде ыңғайлы болуы үшін. Егер де сіздерде бұндай жаңағыдай салафандар болмайтын болса, қатты қалың жаңағыдай пищевой салафандарға да салып жасасаңыз болады. Ол енді өзіңіздің еркіңізде. Мінекей осылай құйып аламыз. Мен 2 бөлікке құйып жасадым, себебі мына пленканы қазір біз сыққан кезде бізге ыңғайлы болу үшін. Енді басын кішкене қылдырып қана қайшымен қиып тесеміз. Енді табамызды отқа қойып қыздырып аламыз, және де осындай бір табақты алдын ала дайындап аламыз. Піскен кадаифтарды салып отыруға қажет. Мінекей осындай жіңішкелікте осылай спираль сияқты айналдыра отырып табамызға саламыз. Табамыз қатты қызбауы керек, орташа отта, орташа көлемде қызып тұрған болуы тиіс. Мінекей кішкене 1 минут, 1,5 минут өткеннен кейін ғана барып, жаңағындай лопаткалармен, осындай лопаткалармен алып аламыз. Ақырын ғана жан-жағын алсаңыздар, осылай өзі көтеріледі. Мінекей өстіп барлығын жинап аламыз. Мінекей барлығы жиналды, пісті, дайын болды. Енді осыны алып табағымызға саламыз. Ішінде осындай ұсақтары, бөлінгендері қалатын болса, салфетканың көмегімен ішін барлығын тазалап алып тастайсыздар. Және де екіншісін құямыз. Осылай спираль тәріздес жіп-жіңішке қылдырып жасайсыздар. Бұл катаифтың өзі осындай кеспеге ұқсайтын болады. Сондықтан осылай құйып айналдырып жасап аламыз. Менде қазіргі таңда пісіп жатқан ақ болып тұр. Егер де сізге түсі қоңыр, сарғыш болған ұнататын болсаңыз, әрине кішкене отта көбірек ұстайсыз, сол кезде түрі өзгере бастайды.
Мінекей барлығын пісіріп алдық. Дәл осындай көлемде шықты. Егер де сіз заказға жасайтын болсаңыз, тағы да басқа көп мөлшерде жасайтын болсаңыз, бұны көлемін 2 есе 1-ге 1 қосып жасай берсеңіз болады. Дәлме-дәл дұрыс шығады. Енді біз бұл кадаифтарды дәл қазір жасамайтын болсаңыз, бұны салафанға салып, морозильникке салып қоясыз. Морозильникке салғаннан кейін ол қатып тұрады. Кез келген уақытта морозильниктен шығарып, кішкене ғана бөлме температурасында ұстайсыз да, одан кейін ары қарай өзіңіздің керегіңізге жарата бересіз. Яғни дубайский шоколад жасасаңыз да, басқа турецкий тәттілер жасасаңыз да, кез келген уақытта осылай алып, морозильниктен алып пайдалана берсеңіз болады. Сау болыңыздар. Ендігі бізге керегі, қыздар, фисташковый масло керек болады. Ол үшін біз алдымен фисташковый масланы базардан сатып алсаңыздар да болады. Болмаса, қымбат десеңіздер или таппасаңыздар, осындай фисташкиді алып, өзіміз қолдан жасайтын боламыз. Алдымен фисташкиларымызды алып, барлығын жақсылап тазалап аламыз. Мінекей біздің фисташкиларымыз дайын болды. Енді осында блендерге салып, езіп аламыз. Дайын болған фисташкиларымызды алып, шұңғыл табағымызға саламыз. Міндетті түрде шұңғыл болуы тиіс, себебі қазір біз оған үстіне сгущенка және де сүт қосып араластыратын боламыз. Сол кезде біздің осы фисташкиларымыз шашылмай жақсы араласу үшін керек. Осылай сгущенкамен бірінші араластырып аламыз. Сүт қосуымыздың себебі бізде жаңағы қою болып қалады. Ол кезде үстіне катаефит салған кезде мүлдем араласпайды. Сондықтан да кішкене үстіне сүт қосып, сұйық қылдырып жасауымыз қажет. Бұл әдіс бізде үй жағдайында, осы фисташковый масланы таппаған жағдайда, немесе қол жетімсіз болған жағдайда дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. 2 қасық сүт, 2 ас қасық сгущенка қосып араластырамыз. Керекті ингредиенттердің құрамдарын барлығын мен описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Ендігі кезде біз шоколадымызды водяной баняде ерітіп аламыз. Ол үшін бізге осындай салафан қажет болады, немесе кез келген өздеріңізге ыңғайлы салафандарды алып, осы шоколадтарымызды бөліп, бірнеше бөлікке осылай салып аламыз, және де қайнап тұрған суға ерітетін боламыз. Немесе микроволновкада ерітсеңіздер де болады. Маған осы ыңғайлы болды. Міндетті түрде полный еруі тиіс. Себебі жаңағыдай барлығы ерімесе, ішінде түйіршіктер қалып қалатын болса, осылай шоколадымызды құйған кезде сіздерге кері әсерін тигізетін болады. Мінекей ерген шоколадтарымыздың барлығын осындай қапқа салып, бірінші астын осылай салып аламыз да, одан кейін морозильникке салып шоколадтарымызды қатырып аламыз. Себебі бізде қазір жаңағы катаефи мен фисташковый масланы араластырып, яғни салмасын салған кезде бізде қатпаған шоколадтың үстіне салатын болсаңыздар, ол сіздерге ыңғайсыз болады. Сондықтан да міндетті түрде осылай астын жасап морозильникке қатырып алғандарыңыз жөн. Бір 10-15 минут болмаса өзіңіз жаңағы салмасын дайындап болғанша қоя тұрсаңыз жетеді. Бірнеше рет тұрып морозильникке қоямыз. Енді біз катаефин дайындайтын боламыз. Қамыры мінекей бізде дайын, үй жағдайында жасалынған. Енді осыны бірнеше бөліктерге осылай ұсақтап бөліп, табамызға сливочный масланы салып қуыратын боламыз. Сұйық майға қуырмайсыздар, сұйық майға қуырсаңыздар дәмі шығады, одан кейін жақсылап қуырылмайтын болады. Осындай сливочный масланы қуыратын болсаңыздар, тез сарғаяды и қатты болып тұрады бір жағынан. Бізге сол қатты болғаны керек, себебі шоколадты бөлген кезде жаңағыдай өзінің бір дауысы шығады, сол дауыс бізге керек. Мінекей осылай бір 2-2,5 минутта астын басып қуырып тұруларыңыз қажет. Менде мына жерде нан
кішкене жалпақтау болды. Сіздер жіңішке-жіңішке қылып жасасаңыздар әрине нұр үстіне нұр болатын еді. Мінекей біз жаңағы салмамызды дайындаймыз. Енді бізде қуырылған қамырымыз суыды, кәдайфи суыды. Енді үстіне салмамыз салып, осылай жақсылап ақырындап араластырамыз. Бұл нұсқасы бізде үй жағдайында өте қолжетімді болып келеді. Мінекей бізде араласты, болды. Енді шоколадымызды морозилкадан шығарып, шоколадымызды қатты, мінекей ортасына салмасын салғанға өте ыңғайлы. Осылай жақсылап салып шығамыз барлығына. Аса қатты қалыпқа толтырмағандарың үшін салмасы, себебі біз қазір үстіне шоколад құямыз. Шоколадымызда біздің кішкене бір қалыңдау болуы керек. Сол кезде сіздердің шоколадтарыңыз сыртына шығып кетпес үшін орталай салсаңыздар да болады. Ортасындағы жаңағы несін салмасын. Аса қатты толтырмағандарың үшін өздеріңіз есептейсіздер. Жаңағы шоколад қаншалықты көлемде құясыздар, сол көлемде салмасында саласыздар. Салмасын салып болдық. Енді екінші шоколадымызды алып, ерітіп алдық. Енді осылай үстіне құямыз. Маған бұл шоколадты жасағанға 2 штук қазақстанский шоколад кетті. Өстіп қасықпен бетін жаймалап аламыз. Енді морозилкаға қойдық. 1 сағат, 1,5 сағаттың көлемінде морозилкаға қойсаңыздар дайын болады. Мінекей біздің шоколадтарымыз дәл осындай болып шықты. Менің балаларыма ұнады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнам ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.